Ассалаумағалейкум. Мерседес 210-дық бестік көлем қозғалтқыш. Осы көлікте біз диагностика жасаған болатынбыз. Арнайы диагностика, негізінде ондай компьютерный диагностика, ондай нақты ештеңе айтпайды. Мына штекермен қараған кезде дилерский сканер болсын, немесе кәдімгі мультимарочный сканер болсын, ондай көп проблеманы айтпайды. Біз мотор тестермен тексерген болатынбыз. Бұл түстердің барлығы 8 цилиндрдің түсі болып есептеледі, бірінші, екінші. Біз қазір бензинде тексерген болатынбыз, оның алдында газбен тексерген болатынбыз. Газда бізде 7-ші мен 2-ші цилиндрдің форсункасы 1, 2, 3-ші цилиндр және 7-ші цилиндрдің форсункасы дұрыс жасамай қалған болатын. Және холостойда бізде 2-ші мен 7-ші цилиндрдің свечасы холостойда жасамайды. Газ бергеннен кейін 2000 обороттан кейін жақсылып кетеді, ал 2000-ға дейін холостойда светофорда аяқты газ резко басқан кезде тұншығып ала алмайтын 2 цилиндрдің свечесінен ақау болып шыққан. Өстіп міне 210-дық бестік көлемі қозғалтқышты диагностика түсірген болатынбыз мотор тестермен. Мотор тестер арнайы компьютерден коленовал датчикпен сигналмен тығып дәл осындай диагностика түсірген болады. Бұл бір жақсысы тістерінде қарауға да болады, маховиктің шкифтерін айналып кеткен ба, зажиганиясын қарауға да болады, барлығын фазасында қарауға болады. Распредвал, VVTi, ванустарында бір тексеруге болады. Осылай міне Мерседестің диагностикасының ақауын тапқан болатынбыз.